Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары 4-ші тоқсан бойынша алынатын БЖБ тапсырмасының 4-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда басқа да нұсқалары, яғни жалпы нұсқасы 1-ші, 2-ші және 3-ші нұсқалары бар, және осы геометрия пәнінен бөлек алгебра, физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар өздерің көріп отырғандай, мұнда мінекей бізде 4 тапсырма берілген, жалпы балл саны 14-ке тең. Яғни әр тапсырмаға қойылатын балл саны мұнда жазылған. Ал енді бірінші тапсырмасы М нүктесі АБ кесіндісінің ортасы, егер А нүктесінің координатасы 11-де -10 және М нүктесінің координатасы 2-де -3 болса, Б нүктесінің координатасын табыңыз. Ол үшін оқушылар кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Кесіндінің ортасын табу үшін x1 мен x2-ні қосамыз да 2-ке бөлеміз. Сол сияқты y-ті табу үшін y1 мен y2-ні қосып 2-ге бөлеміз. Мұндағы x, y тегіміз бұл бізде кесіндінің ортасының координаталары, яғни 2 және -3, ал x1, y1 дегеніміз А нүктесінің координаталары, x2, y2 дегеніміз Б нүктесінің координаталары. Енді x-ің орнына 2-ні қоямыз. Мұндағы x1-ің орнына 11-ді қоямыз. Қосамыз, белгісіз Б нүктесінің координатасын, яғни x2-ні. Енді 2-ның астына 1 бар деп алып, 11 қосылған x2-ні 1-ге көбейтеміз. Мұндағы 2 мен 2-ні көбейтеміз, 4 болады. x2 тең болады 4 азайтылған 11-ге. Сонда x2 тең болады -7-ге. Сол сияқты мұндағы y-дің орнына -3-ті қоямыз. y1 бізде -10-ға тең. Қосамыз, y2-ні бөлеміз 2-ге. Мұндағы -3-дің астына 1 бар деген сөз, -10 қосылған y2-ні 1-ге көбейтеміз. -3 пен 2-ні көбейтеміз. Сонда y2 тең болады -6 қосылған 10-ға. Сонда y2 тең болады 4-ке. Сонда Б нүктесінің координатасы -7-де 4 болады. Келесі екінші тапсырмада былай делінген: астында АБ центрі О болатын шеңбердің диаметрі, егер А нүктесінің координатасы 1-де -2 және Б нүктесінің координатасы -7-де 4 болса, шеңбер центрдің координатасын табыңыз. Оқушылар, мұндағы бізде центрін табу үшін, яғни АБ диаметрінің центрін табу үшін А және Б нүктелер арқылы кесіндінің ортасын табу формуласы арқылы координаталарын табамыз. Яғни x-ті табу үшін x1 мен x2-ні қосамыз, бөлеміз 2-ге. Сол сияқты y табу үшін y1 мен y2-ні қосып бөлеміз 2-ге. Мұндағы x, y тегіміз бізде А мен Б, x1, y1 дегіміз А нүктесінің координатасы, x2, y2 дегіміз Б нүктесінің координатасы. Енді мұндағы x-ің орнына А-ны жазып аламыз да, x1 мен x2 1 мен -7-ні қосамыз. Сонда А нүктесінің координатасы тең болады -3-ке. Енді y-дің орнына b-ді жазып алып, y1 мен y2 -2 мен 4-ті қосамыз, бөлеміз 2-ге. Сонда тең болады 1-ге. Сонда бізде АБ диаметрінің қақ ортасы, яғни шеңбердің центрі тең болады. Шеңбердің центрдің координаталары тең болады -3-те 1-ге. Енді оқушылар Б тапсырмасы бойынша шеңбердің теңдеуін жазамыз. Ең алдымен оқушылар негізгі теңдеуін жазып алайық. X минус А осының квадраты қосылған y минус b квадраттаймыз, тең болады радиустың квадратына. Мұнда бізде А және Б белгілі,
бізге табу керек радиусты. Радиус табу үшін оқушылар өздерің білесіңдер, диаметрді 2-ге бөлеміз. Яғни ол тең болады ОА-ға және немесе ОБ-ға тең деп аламыз. Енді ОА-ны немесе ОБ-ны табу үшін екі нүктенің арақашығын табу формуласын қолданамыз. Ол тең болады, яғни АБ квадрат тең болады x азайтылған x1-дің квадраты қосылған y2 азайтылған y1-дің квадраты. Енді орнына қоятын болсақ, r квадрат тең болады ОА-ның квадратына. Оқушылар, мұнда бізде квадрат деген жоқ. Яғни бізде радиус ОА-ға және ОБ-ға тең деп аламыз да. Ал радиустың квадраты тең болады ОА-ның квадраты. Енді ОА-ны табу үшін мінекей мына формуланы қолданамыз. А-ның квадраты бізде 1-де -2, О-ның квадраты -3-де 1. Енді орнына қоятын болсақ, 1-ден азайтамыз 3-ті, 2 - плюс болады. Және -2-ден азайтамыз 1-ді. Мұнда бізде 4-тің квадраты 16, -3-тің квадраты 9. Енді мұндағы теңдеуге әкеп қойымыз. X минус 3, 2 плюс болады. X плюс 3-тің квадраты. Y минус 1, яғни бұның орнына 1-ді қоямыз. Тең болады радиустың квадраты мінекей 25. Оқушылар, келесі 3-ші тапсырмада бізге екі шеңбердің теңдеулері берілген екен. Осы теңдеулермен берілген шеңберлердің өзара орналасуын суретін салу арқылы анықтаңыз. Берілген теңдеулер бойынша шеңбердің суретін салу үшін ең алдымен шеңбердің центрдің координатасын және радиусын анықтаймыз. Ол үшін мұндағы негізгі шеңбердің теңдеуін жаза аламыз да А мен Б-ны табамыз. АБ мінекей бізде -2 және 2 болады, яғни бірінші шеңбердің центрі -2-де 2, ал радиусы мінекей 9 дегеніміз ол бізде 3-тің квадраты. Ал екінші шеңбердің центрі 2-де 1, ал радиусы 3-ге тең. Оқушылар, бірінші шеңбердің центрі -2-де 2, радиусы 3, 1, 2, 3, ал екінші шеңбердің центрі мінекей 2-де 1, радиусы 3-ге тең. 1, 2, 3. Енді осы берілген мәліметтерді қолданып, яғни центрлерін, радиустарын қолданып шеңбер салған кезде мінекей өздерін көріп тұрғандай шеңберлер 2 нүктеде қиылысады. Мінекей былай жазамыз, шеңберлер 2 нүктеде қиылысады. Оқушылар, соңғы тапсырмасы А, Б, С, Д нүктелері табандары Б, С және А, Д болатын тікбұрышты трапециясының төбелері трапецияның орта сызығы мен ауданын табыңыз. Оқушылар, мұндағы А, Б, С, Д нүктелерінің координаталары арқылы мінекей осындай тікбұрышты трапецияның суретін салып аламыз. Бізге табу керек орта сызығын. Орта сызық дегеніміз мұндағы А, Б қабырғасының және ДС қабырғасының қақ ортасын қосатын кесінді және ол табандарына параллель болады. Және екінші тапсырмасы осы тікбұрышты трапецияның ауданын табу керек. Ең алдымен оқушылар, мұндағы Е нүктесінің координатасын табамыз. Ол үшін мұндағы АБ қабырғасының, яғни кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Яғни мұндағы екі формуланы қолданамыз. Сонда Е нүктесінің координатасы бізде 2-де 1 болады. Мұнда белгілеп алайық, 2-де 1. Ал F нүктесінің координатасы мінекей 8-де 4 болады. Осы екі нүктені қосатын болсақ, бізде осы берілген трапецияның орта сызығы шығады. Енді осы орта сызықтың ұзындығын табу үшін екі нүктенің арақашығын табу формуласын қолданамыз. Және осы формуланы қолданған кезде бізде орта сызықтың ұзындығы 3 тубырасты 5 болады екен. Ал енді ауданын табу үшін орта сызық пен биіктікті көбейтеміз. Биіктікті табу үшін оқушылар екі нүктенің арақашығын табу формуласын қолданатын болсақ, биіктік бізде тең болады екен 2 көбейтілген тубырасты 5-ке. Енді орта сызық пен биіктікті көбейтетін болсақ, бізде
ауданы тең болады 30-ға. Сонда орта сызығы бізде 3 тобырасты 5 болатын болса, ауданы 30-ға тең болады. Оқушылар, берілген 4 тапсырма бойынша қандай да бір сұрақтарың немесе каналға қатысты қандай да бір ұсыныстарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылуды, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.